Барша тезірек көріп хабардар болсын. Сәлеметсіздер, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып ұмытпаңыз. Ұялы телефоныңызды ауыстыру керегін көрсететін 7 білгі. Ұялы телефонды жаңа модельге ауыстыру керегін көрсететін негізгі белгілердің бірі жад көлемінің жеткіліксіздігі. Егер қолданушы басқа нәрселерді сақтап алу үшін немесе қосымша жазып алу үшін үнемі файлдарды өшіретін болса, жад көлемі көбірек. Жаңа құрылғы сатып алу жайлы ойлап көру керек. Келесі проблема батарея зарядының жылдам бітіп қалуы. Құрылғы ескіре бастаған кезде аккумулятордың сыйымдылығы азая түседі. Бұл оның қызметін өтеу мерзімінің қысқаруына әкеледі. Тағы бір себеп түрлі факторлардың себебімен смартфон жұмысының баяулауы. Егер құрылғыңыздың өнімділігі әлсіз болса, бұл жаңа смартфон алу керегін көрсететін айқын белгі. Баяу жұмыс істеумен байланысты тағы бір фактор гаджеттің үнемі қызып кетуі. Кей жағдайда мұндай құрылғыны пайдалану қауіпсіз болмауы мүмкін. Сондай-ақ смартфонды ауыстыру керегін білдіретін айқын белгінің бірі оның физикалық зақымдалуы. Мысалы, экранның сынып қалуы, батырмалардың жұмыс істемеуі, қуат алатын ағытпаның бұзылуы, тағы басқа. Оған қоса ескі смартфондар иесі құрылғысының жұмысқа қажетті кей қосымшаларды ашпай бастағанын байқауы мүмкін. Видеомыз кеңінен таралып барша көріп сақ болу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.